Paris Saint-Germain finalga chiqdi. Al Arsenal klubi bo'lsa Donnarumadan o'ta olgan жоқ. Lamine Yamal bo'lsa Real Madridga avr aytib qo'ydi. Al Realning o'yinchilari bo'lsa Lamine Yamalga ashuli және Liverpoolning top transferi Napoli жаңадан qurilayın deb жатыр. Осы және осы ұқсас жаңалықтарды біздің арнамыздан көресіздер. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ жаңалықтарымызды бастайық. Барселона мен Интер арасындағы матч аяқталғанымен ойыншылар арасында кикілжің әлі де жалғасып жатыр. Иниго Мартинес пен Франческо Ачерби сөз етеліп қалды. Бір сәтте испандық қорғаушы итальяндыққа қарап түкіріп жіберді. Мартинес бұл оқиғаны жасырып жатпады. Ол 2-0 есебін тойлап жатқанда Ачерби құлағына айқайлап жіберген. Менің жауабым артық болды, бірақ мен оған дәл тигізген жоқпын. Түкірік шамамен 1 метр жерде өтті. Егер тура тигізсем, төреші мені алаңнан қуатын еді. Мен бұған сенімдімін, деді Мартинес. Алайда оның шынайылығы жазадан құтқармайды. Енді орталық қорғаушы чемпиондар лигасынан 4 ойынға дисквалификация алуы мүмкін. Бірақ осы жағдайда Маркус Тюрам өзін мүлдем басқаша қырынан көрсетті. Француз шабуылшысы финалдық ысқырықтан кейін Ламин Ямалды жұбатып, құшақтап демей көрсетті. Алайда кейін ол Instagram парақшасына ортаңғы саусағын көрсетіп, түстен суретін жариялап, астына тапсырмаға енді деп жазып күлетін смайликті қосты. Бұл жазба Ямалдың менің тапсырмам чемпиондар лигасын ұту деген сөзіне мазақ ретінде қабылданды. Тюрамға желі қолданушылар бірден шүйлігіп хейттің астында қалды, бірақ скриншоттар ғаламторда қалды. Енді ол Тюрам болса өшіріп тастады. Ямалды алдындары көп сөйлеп қойған еді. Біздер Реал қанша гол салса, біз одан 1 гол артық гол саламыз деген еді. Ал енді не дейміз енді? Ламин Ямалдың өзіне қайтып жатқан шығар. Марка газетінің хабарлауынша, Реал ойыншылары бұл мәлімдемені қорлау деп санаған. Енді олар Ямалға жауап қайтаруға бел буып отыр. Тіпті бәрі жиналып отырып Барса мен Интер матчын қарап, каталондықтардың осал тұстарын зерттеген. Кейінірек Ламин Ямалдың сөздері Реал ойыншыларын шынымен де ренжітті. Корольдік клуб осы маусымда мықты бола қойған жоқ. Бірақ енді келесі маусымда Реал қандай болуы біз білмейміз. Ал Ламин болса дәл сондай жағдайға тап болған Рафинямен бірге ойнап жүр. Бразилиялық ойыншы кезінде Аргентина құрамасы жайлы артық айтып жіберген еді. Соңында жеп қалды. Енді Ламин Ямалда Эл Класикода жеңіліп қалмаса болғаны. Ал біз болсақ жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Сіздер болса әрине лайктарыңызды аямаңыздар. Наполи Антони Конте баптаған алғашқы маусымында чемпиондыққа бір қадам қалды. Скудетто қол созым жерде басты қарсылас Интерден 3 ұпай ғана алда келеді. Жалпы Интерден озып кеткен болатын. Ал маусымның соңына дейін бар болғаны 3 матч қалды. Наполиге тек 3 команда өз алаңында Дженова мен Кальяри, ал сырт алаңында Пармаға қарсы. Ер осы 3 матчтан да жеңіске жетсе, чемпион атанды. Қарапайым есеп 9 ұпай Скудетто. Жалпы енді Наполи чемпион. Ал Интерге тоқталатын болсақ, Интер соңғы ойындарда ұпай жоғалтты. Соның арқасында Наполи оны пайдаланып кетіп және чемпиондыққа жақындай түсті. Наполиге сәл болса да сәттілік жолықты. Олар бұл маусымда Еурокубоктарда ойнаған жоқ. Бұл қаржылық тұрғыда минус болғанымен команда демалып алып, толықтай Скудетто үшін барын салды. Ромело Лукаку, Джама Паспора, Станис Лаботка, Джованни Лоренцо және де Мактоминай. Мактоминай да Манчестер Юнайтедтен келіп жарқырап жатыр. Бұл құрамдар енді чемпиондыққа лайық емес ау деп ойлаймын. Чемпиондыққа күш жетпейтін құрам, бірақ Антони Конте қолдан келгеннің барлығын жасап және Антони Конте алғашқы маусымында Наполиге Скудеттаны сыйлайын деп жатыр. Келесі маусымда Наполи Еурокубоктарға оралғанда, егер трансферлік терезеде белсенді жұмыс жүргізілмесе, команданы нағыз түйрі күтіп тұр. Бірақ клуб президенті Аурелио де Лаурентес мырзамыз оған сенбейді. Қаржыны сақтап отыр және Антони Контеге келесі маусымда сенеміз, осы құраммен біраз жерге дейін барады дейді. Атаңның басы барады. Осындай құраммен қайқа дейін барады. Неге сіздер Наполидің құрамын көресіздер ме? Бағалап кетсеңіздер болады. Жаңартылмайтын болса, Наполидің бас бапкері орнына кетеді. Оның орнына Массимилиано Аллегри келеді. Массимилиано Аллегри Наполида жұмыс істеуге лайық, ал Антони Конте болса Ювентуске барады деген ақпараттар бар. Жалпы сіздер қалай ойлайсыздар? Наполиға осы Массимилиано Аллегри келген дұрыс па, немесе команданың президенті ақшаны қимай, ақшаны тастап, осы Антони Конте қалаған ойыншыларды алып беретін болса, Наполи біраз жерге дейін шабатыны анық. Енді Наполи жақсару үшін ақшаны аямау керек және Антони Конте қалаған ойыншыларды алып беру керек. Негізіне Массимилиано Аллегриге қарағанда менің ойымша Антони Конте мықтырақ сияқты. Өз оларыңыздар комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен болсам видеомды жалғастыра берейін.
Paris Saint-Germain Chempionlar Ligasının finalında Inter'мен кездесетін болды. Parijlikler жартылай finalda Arsenal'da aynalıp öttü. Arteta'nın şagirdleri konakta öte selimdi бастады. Oyun басталғаннан алаң иелерinin жанши бастады. PSG Osman Demirel'in жетіспеушілігі білінді. Жалпы Arsenal сол ойында қысып тастай алды. Енді Donnarummaның арқасында 1-2 голдардан аман қалды Paris Saint-Germain клубы. Ол қақпаға бағытталған барлық соққыны тойтарып отырды. 10 минутта ол матчтың үздік ойыншысы атануға басты үміткерлердің бірі болды. На жердегі соққыны айта алмаймын. Не деген соққыны қайтарады Donnarumma ойындарына респект дейміз. Нау соққыны қайтаруын айтсаңыздар, не деген соққы деймін. Donnarumma енді Buffon'ды есте түсіріп тастады. Сол үзіліс болмағанда енді Arsenal клубы гол соғып кетуі әбден мүмкін еді, бірақ бәрі керісінше болды. Ойынға қайтарылған соң PSG бәрін басынан бастап шықты. Екінші тайм басталғаннан кейін Paris Saint-Germain есепті ашады. Фабиан Руистің Мартинеллиді алдап өтіп, соққысы өте керемет. Енді бұл жерде қақпашыны кінелей алмаймыз. Мартинелли алданып қалды. Бұдан кейін енді Фабиан Руис пайдаланып әдемі соққы бағыттады. Пушка десек те болатын шығар. Енді Arsenal ондай голды күтпеген еді сол уақытта. Одан кейін PSG пенальти орындауға мүмкіндік алды. Луис Келлидің қолына тиді деді. Одан кейін Витиния допқа келді. Витиния енді пенальтиді орындап жүретін Paris Saint-Germain'де бұл уақытта гол салама десе, өкінішке орай гол сала алған жоқ Витиния. Витиния басында допқа жай келді. Одан кейін Давид Рая оны тапты. Және Paris Saint-Germain мен осы Arsenal арасындағы интриганы сақтап қала алды. Давид Рая. Витиния енді бұндай рисковый жасамау керек еді. Соққыны қатты тепкенде мүмкін гол болатын еді. Өз оларыңыздар әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Arsenal кешегі ойында өте керемет деңгей көрсете алды. Trossard алаңға шығып ойынды жандандырды. Каванерлер қарқынын үдете бастады. Олар есепті теңестіре жазады. Бірақ пенальтиден кейін 3 минут өтпей жатып тағы да гол жіберіп алды. Сонда да Сака мүмкін емес нәрсені жасады. Donnarummaның қақпасына гол соқты. Алайда дәл сол Сака Арсеналдың камбэгін тоқтатты. Ол 100% сәтті 0.80 XG-ді мүлт кетті. Не деген нойында пустой варта гол сала алмады Сака. Осындай сәттерде гол соғу мүлт кетуден оңай сенестермен, бірақ Букайо Сака допты бос қақпаға сала алмай матчты бұзды. Бұл эпизод нені естеріңізге түсіреді? Мен енді бір нәрсе менің есіме түсіп кетті. Бұл жерде қоса кетейін. Рахим Стерлинг деген ойыншы бар. Қазіргі уақытта Арсеналда ойнап жүр. Осы Рахим Стерлингтің Лионға соққан, тепкен добы аспанға ұшқан. Бұл да пустой воротаға тебе алмай қалды. Сака да кеше соны қайтарды. Енді Сака не дейміз? Енді ойыншылар қателесіп тұрады. Сол қателіктің арқасында кеше Саканың командасы финалға шыға алмай қалды. Достар, енді лайктарыңызды аямаңыздар, біз жалғастыра берейік. Кеше жасырынған ойыншыны осы оқырмандарымыз алғашқыларының бірі болып тауыпты. Енді бүгінгі жасыратын ойыншымыз, осы ойыншы сәл ерекшелік бар. Соңғыдан алдыңғы клубыны жасырып қойды, енді табаластар деген үміттеміз. Ал біз болсақ, видеоны жалғастыра берейік. Достар, енді лайк пен комментарияны аямайық. Тегін бәрі лайк вообще мүлдем аз болып жатыр. Ол каналдың активына минус келіп жатыр. Енді бізді қолдаңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығарып отырамыз. Дарвин Нуньес Ливерпуль жанкүйерлеріне үлкен жақсылық жасай алмайды. Егер Хулиан Алваресті алу келісімі жүзеге аспаса. Ағылшын басылымдарының хабарлауынша аргентиналық шабуылшының өзі ауысуға ниетті. Ал Атлетико Дарвинде қызығушылық танытуда. Физикалық мықты жылдам шабуылшы Диего Симеоне философиясына дәл келеді. Мысалға, Ливерпуль басшылығы Алваресті қаншалықты қатты қалайды дегенде өткенді жеңілдікпен алса да аргентиналықтың бағасы арзан емес, нақты сома әзірге жарияланған жоқ. Бірақ Барселона Атлетикодан сұраған, енді қаншаға Хулиан Алваресті бересіңдер дегенде 150 миллион евро деп жауап берген. Жалпы Ливерпуль чемпиондықты қорғау үшін көп қаражат жұмсауға дайын деген ақпараттар да бар. Сондықтан Алварестің ауысуына барлық негіздер бар секілді. Егер Атлетико Дарвинді сатып алып, орнына Алваресті бере алмаса, Ливерпульде балама жоспар бар. Нуньесті қысқа мерзімді жалға беру. Мақсат шабуылшының өзін көрсету және бағасын арттыру. Мұнда клубтың әлем чемпионаты көмектесе алуы мүмкін. Турнир осы жазда болады және бір ай ғана болады. Бір айдың ішінде Дарвин Нуньес өзін көрсете алуы тиіс.
Köpten klublar kıska merzinde minnetlemesiz küşeytüge müddeli sebebi jülde kora öte ülken teң oyun üçün 1 milyon euro, jеңіс üçün 2 milyon euro, play-off'ka шығу 7,5 milyon euro. Европалық klublar үшін маңызды болмауы мүмкін, бірақ басқа аймақтардағы klublar үшін бұл бюджетті бірнеше өсіру мүмкіндігі болады. Клубтық әлем чемпионатына қатысатын командаларының бірі аргентиналық River Plate. Оларда турнирде жақсы өнер көрсету үшін құрамын күшейтуді көздейді. Сол себепті River Дарвин Нуньесті 1 айлық келісімшартқа қол қойғысы келеді, ал Ливерпуль бұған қарсы емес. Себебі Нуньесте өзін көрсетуге сирек мүмкіндік туады. Бұл оның трансферлік құнын арттыруы да мүмкін. Дарвин Нуньес клубтық әлем чемпионатына өзін жақсы көрсететін болса, қисық теппей голдарды салып отыратын болса, клубтар оған қызықып трансферіне алуы да әбден мүмкін. Айта кету керек, кеше тағы бір сәтсіз маусым өткізген Ливерпуль ойыншысына тоқталайық. Ол Федерико Кьеза болашағы туралы ақпарат тарады. Ол Италияға қайта оралуы мүмкін. Бір жағынан Кьеза фанаттар алдында ақталғысы келеді, бірақ Арне Слоттың жүйесінде ол өзінің орнын таппайтынын түсінді. Себебі Кьезаның тікелей стилі жүгір алды, алға пас бер. Голландиялық бапкердің икемді ойынына сәйкес келмейді. Серияда оған ойнау оңай еді. Сол себепте Милан шабуылшыны қатарға қосылды жоспарлап отыр. Немесе енді Жозе Мауриньо Түркияға кететін ақпараттар да бар. Енді Фенербахчеге барса қалай болады? Немесе Наполи клубы. Наполида қызығып отыр, Миланда қызығып отыр, және Фенербахчеде клубтары қызығып отыр. Негізінде Фенербахчеге баратын болса, өзін 100% көрсете алуы әбден мүмкін. Ал достар, біздің жаңалықтарымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, әрине міндетті түрде достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Осындай арна бар, қолдап қойсын деп, біз де қолдап жатырмыз деп, бір-бірімізді қолдап отырайық. Бүгінгі ақпараттарымыз осымен тәмам.